63 жастағы қария сергек жүруінің құпиясын айтып, пайғамбар жасына келсе де, жап-жас көрінетінімен танымал болған ақсақал өзінің күнделікті әдеттерімен бүкпесіз бөлісті. Сіз де ажарыңыздың мезгілсіз солып, ерте қартаймауын қалайсыз ба? Күнделікті мыжылып шаршап жүргенше тыңда, сергек, елпек қаққан, жел қимылдайтын жан болғыңыз келе ме? Бетіңіз шалбар сияқты қатпар-қатпар, әжім-әжім болғанын қаламайтын шығарсыз. Онда бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ақсақал өзінің басқа замандасы жасамаған құпиясымен бөліседі. Жап-жас атаның айтқанын істесеңіз, сіз де құрбы-құрдастарыңыздан жап-жас болып тұратыныңызда дау жоқ. Өскемен қаласының тұрғыны 63 жастағы Орынбек Шәріп 6 жылдан бері салауатты өмір салтымен айналысады. Массагет кезет тілшісі спортшымен сұхбаттасты. Біз видеода ол кісінің қалай жаттығатынын, айтқандарын қалай орындайтынын бүге-шігесіне дейін да көрсетеміз. Таңертең мүлдем тамақ ішпеймін. Қарияның спортпен айналысуына 6 жыл бұрынғы оқиға әсер еткен. Күнделікті жаттығу жасап, дұрыс тамақтануыма қолымның сынуы әсер етті. 6 жыл бұрын асау биені ұстаймын деп, ол секірген кезде қолым 2 жерден сынды. Осы оқиғадан соң 8 ай қатты қиналдым. Себебі қолым аузыма жетпейтін. Сөйтіп бірнеше уақыттан соң қазіргі тәлімгерім кездесті. Бірден дұрыс тамақтануға көштім. Сенесіз бе, 3 ай ішінде қолым қалпына келді. Содан кейін бірден 10-15 минуттық жаттығулар жасай бастадым, деді қария. Ол таңғы уақытта тамақ ішпеуді әдетке айналдырған. Таңертең мүлде тамақ ішпеймін. Тек бір дана витаминді сумен қабылдаймын. Содан соң 50-100 рет жаттығу жасаймын. Дұрыс тамақтанудың нәтижесінде өзім мен жастылардан терім де, денем де сергек көрінеді. Түсте толық, ал кешке салаттар мен жеңіл тағам жеймін. Келіншегімде менімен бірге тамақтанып, жаттығуды бірге жасайды, деді Орынбек Шәріп. Барлығы да миға байланысты. Спортшының айтуынша, адамның сергек әрі жас болуына миындағы жақсы ойлар да әсер етеді. Негізі барлығы да миға байланысты. 35 жыл таңғы жаттығумен айналыспағамын. Жас кезімде айналыстым да, одан кейін мүлде ұмытып кеткен едім. Қол сынғаннан соң уақытты өзіме арнауға тырыстым. Ағзама көңіл бөлдім. Таңғы жаттығудың кереметтілігі сол, оны ең пайдалы іс деп айтар едім. Біз немерелермен де бірге жаттығамыз, деді қария. Орынбек Шәріпов халал, табиғи өнімдерді ғана тұтынады. Алкогольден бас тартқанмын. Қазір тек айран, қымыз ішемін. Тек қана халал, табиғи өнімдермен тамақтанамын. Дүкендегі консервілік тауарларды қолданбаймын. Тамақтың құрамына аса қатты мән беру керек. Бүкіл ауру содан болады, деді спортшы. Шүкіршілік айтып дұға тілеймін. Қарияның өмір сүру салты да басқалардан ерекше. Ол таңертең тұрғанда бірден жаттығуға кірісіп кетпейді. Таңертең тұрған соң шүкіршілік айтып дұға тілеймін. Содан кейін таңғы ас, таңғы жаттығу болып жалғаса береді. Менің бұл бастамам жастарға үлгі болса қуанамын. TikTokқа да осы мақсатпен салған едім. Себебі қазіргі жастардың көбісі сыра ішіп қарындары шығып кеткен. Артық салмақтары бар. Соларға пайдам тисе екен деймін, деді Орынбек Шәріпов. Мына видеоларда Орынбек ағамыздың небір жаттығуларды емін-еркін жасап жүргенін, денесінің жеңіл, түрінің жас екенін байқаймыз. Тіпті мына бір фотодан 2016 жылғы суреті мен 2020 жылғы суретін салыстырып қараңызшы. 56 жасына қарағанда 60 жасында әлдеқайда жап-жас. Ал жоғарыдағы видеосында спортшының өңі тіпті де нұрлы, ажарлы екенін көреміз. Алла тіл көзден сақтасын. Сіз қалай ойлайсыз? Тілегіңіз болса, жазып кетуді ұмытпаңыз. Өскемендік спортшы бұған дейін бірнеше мемлекетте болған. Алдағы уақытта да бірнеше жоспары бар. Көп саяхаттағанды жақсы көремін. Биыл жұбайымызбен Таиландқа барып демалу ойда бар. Жақын күндері Ресейдің Самара қаласына жол тартамыз. 2 балам бар, 3 немерем бар. Салауатты өмір салтын отбасымызбен ұстанамыз. Басқаларға да соны дәріптегім келеді, деді қария. Еске салайық, бұған дейін танымал журналист қалай арықтағанын айтқаны туралы жарияланған болатын.
Сіз де Алланың берген аманат өмірін ерте қор қылмай, өзіңізді өзіңіз тамаққа бастырып күні бойы мыжылып жүрмеуді, жап-жас болып жүруді қалайтын шығарсыз. Ендеше Ақсалдың айтқандарымен келісесіз бе? Бұл кісі туралы және айтқандары тәжірибесі туралы не айтасыз? Қолыңыздан келе ме? Бұл жайында комментарий алаңына жазып кетіңіз.